Алаштың азапталғанын, Сібірге, түрмеге айдалғанын білем, қуғындалғанын білем, сталиндік қиын уақыттағы аянышты тағдырларын білетін адаммын. Өте жақсы білгеннен кейін мен кез келген сынаққа дайынмын. Кез келген нәрсеге сабыр сақтай аламын, жүкемді жұқартпай, жүрегімді ауыртпай, жай ғана күліп қана жүре беруге тырысамын, және сол мақсатта жүруге өзімді қамшылаймын. Ал енді мені даттасын, мені қараласын, әркім өз сөзіне өзі жауап береді тағдыр алдында. Ал мен әрбір менің балағыма жабысып, мен туралы жаман сөз айтып, мені қаралап атқан адамның әрқайсысына тоқтап, жауап беріп, уақыт бөліп тұратын болса, мен ұлы уақытымнан айырылып қалам ғой. Мен осы күнге елдос болып отырсам, ол менің әр сәтімді бағалағаным, әр күнімді тиімді пайдаланғаным, менің қолымда ұлы жауһар уақыт